Қандай шаңғы мынау? Аю шаңғы деп аталады. Аю шаңғы? Иә. Еліміздің ең шығысындағы ауылға келдім. Бұл жақтың халқы күннің шыққанын бірінші болып көреді, судың тұнығын ішеді. Бұл жерде ең бірінші болып таң атады. Сондықтан осы жерде ең бірінші болып таң намазының уақыты кіреді. Осы жерде ең алғашқы болып азан шақырылады бүкіл Қазақстан бойынша. Қазақстанның шеткі ауылы ғой. Бұрын бұл жерде сондай жақсы жер болған, табиғаты бай, халық көп тұрғанбыз. Содан бәрі кетіп қап, біраз ғана үй қалдық. Бала саны да азайып жатыр, енді оғанда жүрегіміз ауырады. Осы міне көзің көріп тұрған жерлерде қасқыр келеді. Бұл міне ауылдың күндіз түні күзетіп отырған табиғаттағы жылқыларын жек қояды. 14, 15, 20-ға дейін жиналып алған. Ондай қасқырдар еш нәрседен қорқа қоймайды. Маралдың етіне сұраныстар бар. Бұлардың етін, қуырдағын біз жазда туристерге береміз. Қоңыр қуырдақ дейді ғой, сондай болады. Сиырдың етінен бөлектеу. Қалың қар кезде атпен жүру өте ыңғайсыз да, содан осындай аю шаңғы деген шаңғымен жүреміз арнайы. Соның астына құлынның аяғын терісін елтірінен салынады. Мынау өрге шығып бара жатқан кезде таймас үшін ғой, еңістен түсіп келе жатқан кезде мынаны тірей қоясыз. Тормоз ретінде ғой бұлай. Жақсы деп қойыңыз аға. Жақсы. Әдесі кездескен.